Тікелей эфирді жүргізіп жатқан жүргізушілердің барлығы қателік жібермеуге тырысады. Алайда ол барлығының қолынан келе бермейді. Осыдан бізге күлкі болады. Сәлем әлем, сіз саяхат YouTube арнасындасыз. Қазір мен сендерге тікелей эфирде ұятқа қалған адамдарды көрсететін боламын. Ал кеттік. Осы жүргізуші сахнаның үлкендігін сезбей, одан сүрініп құлаған. Алайда жүргізуші нағыз маман екен. Осындай қалыпқа түссе де эфирін әрі қарай жалғастыра берген. If you're using US 31 southbound, your average speed is 43 miles. Орындыққа отырып жатқанда өте мұқият болу жөн. Әсіресе бұл орындық бар орындығы болса. Осы кісі сұхбат беріп жатқанда оның бетіне бір тәрелке соус жапсырылған. Жапсырған адам біреумен спорттасып жеңіліп қалған сияқты. You yourself, you said you're cheering for Team USA? Орыс телевидениясында болған оқиға. Мынау нағып жүр артында. В Хакасии Новосибирска, а также Кубка Кузбасса. Этот турнир стал четвертым по ходу Сибирской лиги 2005. В этом Аспаздық шоудың қонағы студияда бір емес, екі рет өрт туғызған. Brandlarmet kommer ju börja gå. Nej men gud. Det här är ju farligt. Så, nu brinner ingenstans. Біздің еліміздегі саясаткерлердің пікірталасын көрдіңіздер ма? Жоқ, бұл пікірталас емес, міне нағыз пікірталас. Кейде жүргізушілер артық және қызық емес сөйлейтіндері соншалықты, олардың серіктестері беттерін қызық етіп жымитып эфирді күлкіге айналдырады. Шпагатты офисте киетін шалбармен жасау жақсы идеялардың біріне жатпайды. Ал осы жүргізуші ештеңеге қарамастан классикалық шалбармен секіріп шпагат жасап, ауын тікелей эфирде жыртып алған. Осы жүргізушінің сабырлығы күшті. Бір жігіт артынан келіп, оның басына үрмелі бананды тыққыштай бергенге қарамастан эфирді әрі қарай жүргізе береді. Алайда барлық заттың шегі бар дегендей, difficoltà tra Pato e la società, ma dopo aver limato gli accordi. Әзірге болды достар. Егер сізге осы видео ұнаған болса, лайк басып менің саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.